Бүгін сіздерге бауырсақ жасап көрсететін боламын. Алдымен бізге тіркеліп, видеоға лайк қойып, барлық достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Дәл осындай әдемі, жұмсақ бауырсақ пісірамыз. Алдымен жылы су керек. Оның үстіне ашытқы қосамыз. Осылай араластырып 3-4 минутқа қалдырамыз. 3-4 минуттан кейін дәл осындай көпіршік болады. Араластырып үстіне қант, тұз және сұйық май қосып, жақсылап отырып араластырамыз. Енді үстіне ұн қосамыз. Барлығын осылайынан араластырып аламыз. Біраз қоюланғаннан кейін қолымызбен илейтін боламыз. Осылайынан иін қандырып отырып илеп аламыз. Өте қатты болып кетпеу керек. Енді үстіне сұйық майдан құйып, аздап қана құямыз. Дәл осылай көтерілгенше бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Міне біздікі 1 сағат мөлшерінде көтерілді. Енді бұны алып, бірнеше бөлікке бөліп аламыз да, қолымызды майлап, дәл осылай етіп, оқтаумен жайып аламыз. Өте жұқа болып кетпеу керек. Осылай жайып алғаннан кейін үйдегі кез келген ыдыспен осылайынан қиып шығамыз. Домалақ қылдырып. Барлығын осылай домалатып қиып алғаннан кейін майымызды алдын ала қызытып қоямыз. Қызып тұрған майға бауырсақтарымызды пісірамыз. Бауырсақ көтерілгенше 15 минуттай тосамыз. Міне көтерілген бауырсақтарымызды енді қызып тұрған майға салып, араластырып отырып пісіратын боламыз. Жақсы көтерілу үшін екі жағын қайта-қайта араластырып, аударып отырамыз. Сонда бауырсағымыз пышный, жұмсақ, жақсы болып пісетін болады. Міне дәл осылай қызара бастаған кезде бауырсақты аламыз. Біздің видеоға лайк қойыңыздар. Барлық достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Оларда дәл осындай етіп бауырсақ пісіруді үйренсін. Міне біздің бауырсағымыз пісті. Өте дәмді, жұмсақ, шаймен ішкенге өте жақсы болады. Сіздер де осы рецепті жасап көріңіздер. Астына міндетті түрде рецептін жазамын. Дәл осындай бауырсақ пісіріп көріңіздер. Сіздерге сәттілік. Видео ұнаса лайк қойыңыздар. Барлық достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.